Сақтандыру қорының 7-ші бастығына ауыстырып жібердік қой, мысалға 7 бастық өтті. Енді ол қордан не жұмыс күтеміз мысалға? Бір жыл сайын келіп бастық келеді, өзінің командасын алып келеді. Елдің бәріне ананы жұмыстан қойып, мынаны жұмысқа алады. Ол кетеді бір жылдан кейін, екіншісі өйткені аласапыраның ішінде соны жүріп жүрген енді келіп қор жұмыс істемейді дейміз. Қайтып жұмыс істейді ол жерде істемеген адам болсын. Енді не істейміз? 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 Қайырлы күн, құрметті біздің арнамыздың тыңдаушылары. Бүгін бізге қонаққа келіп отырған денсаулық сақтау министрлігінің экс-вице-министрі, қазір денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Ерік Әбенұлы Байжүнісов ағамыз. Жалпы бүгінгі қоғамның, елдің дәрігерлерге, медицинаға көзқарасы былай ғой. Іш ауырса дейме, іш ауырса, тіс ауырса, біздің баратынымыз дәрігерлер бір алладан кейінгі алдарына барып өлейіп, айтқандарын істеп, жанымыз қысылса дәрігерге барамыз. Одан жазылып шыққаннан үйге келгеннен кейін сол дәрігерлердің үйде отырып жамандаймыз, шынын айту керек. Бұл да халықпен бүгін етене араласып, халықпен тікелей қарым-қатынасқа түсіп, мына ең бір министрліктердің ішінде тікелей халықпен жұмыс істейтін министрліктің бірі осы министрлік. Міне осы біз сөйлесіп отырған осы сәтте қанша адамның өмірін құтқарып алып қалып жатыр, онда ешкім білмейді. Мысалы, еңбегі орасан зор. Екінші жағынан қарасаңыздар, бүгінгі мынау дәрігерлерді қарасаңыздар, жоғарғы деңгейлі дәрігерлердің шынын айту керек, бір кедей өмір сүріп жатқанында көру мүмкін емес. Мысалы, дәрігерлер мен мына ірі ауруханалардың басшылары менен мына бүгінгі фарм компанияның ортасындағы жұмбақ қарым-қатынас, ол да халықтың мысалы әртүрлі сұрақтар туғызады. Мен осы жақында өзім шешемді 80-ге таяған менің анамды больницаға апарып, сол жерден көзі нашарлағаны, енді бүгін жасыратын жоқ, үлкен кісілерді жастар сияқты телефонды қарайды, әртүрлі жаңалықтар қарайды, YouTube қарайды. Сол көзі 70% сақталған деп айтты, бірақ сол 70% сақтап тұру үшін деп 100 мыңнан аса дәрі жазып берді. Дәл отырғанда, сосын келесі бір ертеңгі күні тағы да сол бір окулист танысымызға звондасақ, ойбай, ол 100 мың дәрі несін алдыңдар, бір екі капля болса жетер еді ғой дейді да, сонда бір әртүрлі ойға түсесіз да. Сондықтан Ерік аға, бүгін енді мынау жаңағы айтып отырған мысалы бүгінгі медицинаның көріністері ғой. Мына медицина саласындағы эксперимент қашан тоқтайды жалпы? Жалпы бір тұрақты белгілі жүйеге түсе ме? Мысалы, жақында скорый жедел жәрдемді платныйға ауыстырамыз деп отыр. Жалған шақыратындар көп деп жатыр. Әртүрлі партиямызға да хаттар келеді, азаматтардың несі бар, арызы бар. Сол жөнінде жалпы тағы да айтам, бүгінгі әлеуметтік желідегі үлкен мына дәрігерлердің бір жақтаушысы, қорғаны өзіңіз. Сондықтан сөз өзіңізде. Рахмет. Сіз шынымен ақ қазір қоғамда қалыптасқан бір үлкен қомақты проблемалардың бәрін бір сұрағыңызбен айтып бердіңіз да. Сол бір сұрағыңыздың өзінде бүкіл біздің медицинаның бүкіл проблемалары мен қазіргі көріп жатқан күн сипаттап бердіңіз. Өте дұрыс, өте орынды. Оны былай жай бір-екі сөзбен айтып беру қиын. Жаңа өзіңіз айтып отырған біздің қызметтердің сапасының төмендігі бәсекелестігі жоқ. Сіз барам десеңіз де сол дәрігерге барасыз, барғыңыз келмесе де сол дәрігерге барасыз. Сол бір адам монополист болғаннан кейін оның әрине еңбек сапасы да төмен болады. Осындай әңгіме туған кезде мен бір мысалды жиі келтірем. Мысалға, Совет үкіметі кезіндегі дүкендерді көз алдыңызға елестетсеңіз, әлгі кірсең ішінде ештеңке жоқ, қабағын жұтқан сатушы, сол ештеңке жоқ. Бірдеңке алу үшін әке көке десең, складтан алып беретін ғой. Біздің медицинада сондай болған. Өйткені дәрігердің, сатушының жалақысы кішкентайда аз. Сол жалақыға қарап отырады, ол сен алдың ба, алмадың ба, оған бәрібір ол. Сол сияқты біздің жүйеде де сол. Дәрігердің жалақысы белгіленген үкіметтің мөлшерінде беріледі, ол жақсы жұмыс істейдіне, жаман жұмыс істейдіне бәрібір сол жалақыны алады. Ол жалақы бәрібір келіп тұрғанымен, ол неге сізге күлу керек, неге сізге жағдайыңызды ойлау керек деген ғой.
Сондықтан соны ауыстыру үшін енді қазіргі мысалға біздің дәрігерлер, дүкендердің басқа осындай орталықтардың жағдайын көріп отырсыз. Нарықтық экономикаға не қандай алып келгендігін. Біздің жүйеге де сондай өзгеріс керек. Ол әлгі мен дәрігерлерді Құдай сақтасын әлгі дүкеншілермен теңеген емес. Керісінше, дәрігердің, маманның жалақысын белгілі мөлшерден ауыстыру керек. Кәсіби әділеттілік дейсіз ғой. Өте дұрыс. Өзің кәсіби деңгейің биік болса, сен күрделі науқастарды емдейтін адам болсаң, әрине сенің жалақың үлкен көп болу керек. Басқа экономикалық салыстырғанда, мысалы шетелдегі сияқты. Америкадағы жаңа айтып отырған хирургымыз орта жастағы орта хирургтың өзі жылына $200,000 алады. Егер соның жарайды 200 мың соның жартысын біздің дәрігерлерге беріп отырса, әрине ол басқаша экономика, басқаша медицина болар еді ғой. Сондықтан бүкіл жүйені бірте-бірте ауыстырып, бәсекелестікке ауыстыруымыз керек. Мына біздің үлкен сіздер солай сауал қойып жатырсыздар. Бір проблемалар, мысалға кадр жетіспеушілігі. Кадрлар жетіспейді, дәрігерлер жетіспейді деп айтып отырмыз. Біздің дәрігерлерді шығаратын 14 жоғарғы оқу орнымыз бар. 5 мемлекеттік, қалғандарды бәрін есептеген кезде 8,000-дай жылда дәрігер шығарады Қазақстан. Қазақстан негізінде дәрігерлер саны бойынша әлемдік 5-ке кіреді. Дәрігерлер көп бізде. Бірақ олар шыққаннан кейін біздің жүйеге жұмыс істемейді, білесіз бе? Соның енді неге істемейді? Өйткені бәрі келеді де бізде 1-2 жыл жұмыс істейді, жекеменшік салаға ауысып кетеді. Жекеменшікте жаңағы жалақы, басқа жұмыс нарықтық экономикаға бейімделгенде соған өтіп кетеді де, мемлекеттік жұмыстағы күндіз-түн тепеңде жұмыс істеген қаржысын оларда мысалы 4-5 күнде тауып отыр. Әрине бәрі кетеді. Сондықтан мына екі жүйені біз бірдей талапқа келтірмейінше ешқашан өзгеріс болмайды. Біздің ең қазіргі шеше алмай келе жатқан проблемамыз осы. Сол жаңа айтып отырған 8 мемлекеттік бағдарламаның біреуі осы дәрігерлердің, біздің медбикелердің, мейіргерлердің жалақысын өсіру жөнінде бағдарлама болған емес. Сол бағдарламаның аясында 20% көтереміз, 10% көтереміз деп жасаймыз да, бірақ оның бір инфляция жеп қояды да көзге көрінбейді. Яғни осындай проблемалардың бәрінен шығып отырған қазіргі осы таңдағы біздің нәтижеміз сол, бірақ менің айтайын дегенім, мына біздің қазіргі медицинаның жағдайы нашар немесе жаман деп айтуға келмейді. Өйткені мысалға орталық Азия болсын, тіпті Россиямен салыстырғанның өзінде біздің қазір қол жеткізген олардан едәуір биік. Енді бүкіл мемлекет алғанда біздің жасап отырған тірліктеріміз көп адамдар жасай алмайды. Оны мойындау керек, оны айту керек. Біздің мысалға салып отырған орталықтарымыз, онкология орталығы, нейрохирургия орталығы, жуырда қазір тапсырылатын жедел жәрдем орталықтары, ондай клиникалар мысалға мына тмд мемлекеттердің арасында кездеспейтін шығар. Қазіргі осы заманға технологиялар енгізілген. Яғни осы мемлекеттің қолдауының арқасында салынып жатқан нәрсе ғой. Соның ішін енді дұрыс идеологиямен, дұрыс тәртіппен істеп жаңағы көптеген біздің бір-бірімізге деген қарым-қатынасымызды өзгертсек, адамдың жұмыс істеу тәртібін, сол кезде әрине бізге ары-қарата дамуға толық мүмкіндік бар еді. Енді сол жақын арада, сол жақын емес, келесі осы 5 жылдықта осыны қолға алып істесе, меніңше сонда біз тағы да бір дамитын бір мүмкіндік алар едік. Ерғали аға, мына біздің жалпы тек қана денсаулық сақтау министрлігі ғана емес, біздегі жалпы кез келген министрлікті алатын болсақ, келетін кезекті бір біздің министрдің алдында қанша уақыты бар екенін де білмейміз. Қазір министрлердің аты жөнін еске сақтап та үлгере алмаймыз. Министрлердің ауысуы, басқа саладағы министрлерді айтып отырмын. Әрбір министрдің келуімен бір белгілі бір үміт болады, жаңа ауыл шаруашылығын, бірақ бір жүйелі кез келген министрліктің ортасындағы бір темір қазық болады ғой. Негізі сол жүйелі дамудың бір концепциясы. Осы әрбір келген министр әртүрлі заң шығармай, әртүрлі жаңағы эксперимент жасамай, жүйелі түрде жылжитын болса, онда бізде тек қана денсаулық сақтау емес, барлық министрліктің осы бүгінгі ауруыма деп ойлаймын. Енді мына
бүгінгі Ақмарал Шәріпбайқызының келгеніне министр болып келгеніне міне бір жыл болыпты. Бір жыл деген мына бүгінгі зуылдаған цифрлы заманда өте көп уақыт, бір жыл деген. Көп. Енді осы жаңа өзіңіз айтып отырсыз, министрлік саласынан, министрлік жағынан түсіну бар. Иә, мына жалпы біздің денсаулық сақтау саласын жалпы бүгін шынын айту керек, бүгін дәрігерге жиналыс, дәрігерге барып қаралу деген бір жорыққа жиналғандай жиналамыз. Жолың бола ма екен бүгін, болмай ма екен, мынадан қалай да бір бүгін аман қалып, осыдан бір дұрыс ілініп, дұрыс дәрігерге ілініп, ары қарай бір деген сондай бір күшімізді жинап шығамыз да үйден. Қалай болады екен деп кездесу. Ана сол бекітілген неге дәрігерге болмаса участокқа барған кезде де ол жерден бір сенен тезірек құтылғысы кеп, сені сол жерден отқың кеп бір кәдімгі бір-бірімізді шабуылдайтын сондай жағдайға келеміз ғой енді. Осының барлығына жаңа түсінік бар, қаржыландыру азды көпті бар, стратегия бар. Мынау енді сонда қанша уақыт керек? Мына бір жылдың ішінде осы жаңа министрдің бір 10 деп айтпай-ақ қойын, бір алдыға аттап, мақтап айтатын бір қол жеткізген дүние бар ма айта алатын? Өте қызық. Жаңа басын айтқан кезде жаңа дәрігерге барам дегендегі оның тағы бір себебі мысалы жайсыз оның қазір дәрігердің жалақысы сағатқа байланысты. Емханада мен 6 сағат 30 минут отырсам болды. 6 сағат 30 минут мен шай ішіп отырдым ба, жоқ, оның бәрі байланысты. Сол сияқты сіз келсеңіз, сізден тезірек құтылуды көздейтін сол себеп. Мысалға, мен өзім хирург болып жұмыс істедім емханада 15 жылдай. Сонда мысалға келесің, кейде 60 адам тұратын, 50 адам кезек күтіп, бәрін бітіргенше тез 6 сағаттың ішінде үлгеруім керек қалып қалды. Бірақ ол бір күнде 10 адам қабылдадым ба, жоқ, 100 адам қабылдадым ба, мен жалақым өспейтін ғой. Мәселе сонда ғой, жаңа айтып отырған себебім. Сондықтан тәуелділік болу керек деген мәселе сол. Ал екіншіден, мысалға өзіміздің екінші жағын айта кетейін, медицина деген өзі бір ойланылған консерватизмді қажет етеді сала. Бізде революция жасау қажет емес. Өйткені адам жаны болғандықтан, адамның өмірі болғандықтан, қылыш шығарып сермей берген болмайды. Сондықтан шыны керек, осы 30 жылдың ішінде біз көптеген қателікті жібердік. Оның бір қателіктің менің бір кейде қынжылтатын жері, біз шетелге барамызды бір нәрсеге көзіміз көреміз, соны алып келіп кіргізіп жібереміз, енгізіп жібереміз. Біздің жүйеге ол кіре ала ма, кіре алмай ма, ол бейімделе ма, көп қабылдамай, мынау жақсы екен деп, мысалға, сөйтіп қате істеген біздің 4-5 реформамыз бар. Енді алғашқы медика, ПМСП, поликлиникада істелген бір нелеріміз бар. Соны кейін есіңізде бар ғой, әлгі санитариялық көмек біздің СС-ті біз алдық та, экономикаға бере салдық деген сияқты, кейде сөйтіп еліктеп кететініміз бар да. Көреміз да сондай болсын, жақсы екен. Оның арты не боларын? Мына пандемия болмағанда, біз тағы 4-5 жыл болып, қызметті әбден құртып алғанда, пандемияның нәтижесі қандай боларын біз кім білген, бір Құдай біледі. Қайда Құдай сақтап қалды біз. Өйткені СС-тің мамандарының бәрі кетіп, бүкіл қызмет өмірінен тамырымен жоғалған кезде біз қайда қалар едік, оның бәрі белгісіз. Сондықтан жаңа консерватизм болу керек деген сол себеп. Оның бәрі бүкіл медицинаның істелген әрбір бағыты ол ғасырлар бойы істелінген нәрселер. Ол карантин, эпидемия атам заманнан келе жатыр ғой. Адамзат бүкіл соның бәрін бейімдеп, адамға ең бір тиімді жолдарын тауып, соны енгізген. Сондықтан мен Америкаға барып көрдім, олай емес екен, Германияға барып көрдім, келесіп жасай беретін. Сондай ең біздің салаға қауіпті адамдар сондайлар. Ондай адамдар бізде болды, басшылықта тиеді, ауруханаларды біріктірді, жаңа өзі жедел жәрдемді жабамыз, бүйтеміз, ақырында оның бәрі не болғанын бәріміз білеміз. Оның өзіңіз есіңізде бар шығар, естідіңіз бе? Бір заманда біз ауылдық жерлердегі аудандарда аурухана мен емхананы бөліп жібердік қой. Екі жақты, екі бас дәрігер, 4 заместитель, СФА, оларды бөлек қылып, бәрін бөлек қаржыландырамыз деп, шетелде сондай деп.
әрең жинадық қой, бір құрып кете жаздадық қой. Бәрін шашып жіберу оңай, жауып тастау қиын, сатып жіберу қиын, оңай. Оның артынан батам бүкіл мемлекет болып бір әлгі түймедей бәрі жинап қиын, жиналмай қаласың. Сондай бір ойланыссыз істелінген реформалардың арқасында біздің сала бір 10-15 жылға кері кетіп қалады да, соны қайтадан қуып жете бастаймыз. Сондықтан біздің ең үлкен проблемамыз осы біздің жүйедегі біздің әлгі тарихи бір есіміз жоқ, бір тарихи бір түйсігіміз жоқ. Жады дейсіз ғой, жады. Иә, жады. Адам жады бір бөлек қой. Мысалы, өзіміздің сол жүйенің бір жерінде қалыптасқан бүкіл біздің тарихымыздың есі жадында қалған бір естелік жоқ. Осыны істесең, мынаның несі нәтижесі мындай болған деп, мысалға сол 50-60 жылдардан бастап соның бері жиналған адамдар бар, оны білетіндер бар, оны көрген, білгендер бар, жасағандар бар. Соны біз ұмытып кетеміз да, жаңа келген кезде мен олай істеймін, былай істеймін, менің қолымнан келеді деп бәрін құртып аламыз да қайтадан отырамыз. Бір сондай бір қателіктердің, істелінгендердің нәтижесі өте біздің жүйеге қауіпті. Ал енді ол бір, екіншіден әр қызмет министр деген, министрдің өзі де бір хирург, терапевт сияқты мамандық. Оны әлгі дайындау керек, оны біліктілігін байқау керек. Ол сол бүкіл саланы, біздің салада 81 мың дәрігер, 170 мыңдай медбикелер істейді. Бүкіл Қазақстандағы ең үлкен жұмыс беруші, салық төлеуші біздің сала ғой, мысалы. Осының бәрін жүйеге басқарала ма, соның қабілеті бар ма деп, сондаған шыңдалған, барлық сатылардан өткен, қолынан іс келетін мамандарды қойса, сала тез дамиды. Егер басқа жақтан келген немесе біздің саладан хабары жоқ адамдар келген кезде 1 жыл, 2 жыл соларды үйретуге кетеді. Ол түсінгенше мынау қалай, мынау қалай. Ол түсініп енді дегенше кететін уақыт болады, кетіп қалады. Мәселесі да. Сондықтан осы қазір Ақмарал Шәріпбайқызы негізінде ол барлық сатылардан өткен адам. Бүкіл медицинаның жағдайын білетін адам, проблемаларын түсінетін, көп айтудың қажеті жоқ. 2 сөзден ақ бәрін іліп алып түсініп, соны жасауға дайын тұрған адам. Сондықтан менімше қазіргі алып атқан үрдіс дұрыс, соны ары қарата жалғастыра беру керек. Енді мен өзімнің жеке басымның тәжірибем бойынша әр реформаны енгізіп аяғына дейін жеткізу үшін 5 жылдан кем болмау керек. Мен бірінші жылдары өзіңдеріңізден өтіп, мысалға заң қабылдау, оны жүйесі, соны есептегенде, мысалға мен біздің істеген тірлігіміздің нәтижесін көрген кезде, жемісін көру үшін, жемісі сол 4-5 жылдан кейін ғана шығады. Оған енді ол 1 жыл істеп, келесі жылы бәрі өзгеріп кетеді деген. Былай айтсақ, енді бүгінгі Ақмарал Шәріпбайқызына 1 жыл болды. Енді бір кем дегенде осы бір жүйелі жұмыс жасау үшін 4-5 жыл ол кісінің орнынан қозғамау керек қой, қазақша айтқан. Әрине. Ол Ақмарал Шәріпбайқызы бұл әрине, мысалға осы 5-6 жылдың ішінде ана сақтандыру қорының 7-ші бастығын ауыстырып жібердік қой, мысалға 7 бастық өтті. Енді ол қордан не жұмыс күтеміз, мысалға? 1 жыл сайын келген бастық келеді, өзінің командасын алып келеді, елдің бәріне ананы жұмыстан қойып, мынаны жұмыс қалады. Ол кетеді 1 жылдан кейін, екінші сөйткен аласапыраның ішінде соны жүріп жүрген, енді кеп қор жұмыс істемейді дейміз. Қайт жұмыс істейді, ол жерде істемеген адам болса. Мысалға, сол сияқты басқа да салалардағы біздің ішінде жүріп жатқандарды қарасаң, әр облыстағы, мысалға, денсаулық сақтау басқармаларын басқарып отырған жігіттер бар. Жыл сайын ауысып отырады, әлбәқ. Жарты жыл, 1 жылдан кейін ауысады. Тоқтайтын бір уақыт келді ғой. Енді сен әкімсің, өзінің адамыңды алып келдің. Енді қойып қойда істете берсеш болды ғой. Жоқ, басқа әкім ауысса, анау да кетеді, бәрін алып кетеді. Соны бір тоқтататын заман келді. Ол жігіттерді біз білеміз, маман, өте білікті маман, сол облысты көтеретін маман. Облыстың жағдайын көтеру үшін сол 5 жылдан кейін болмау керек. Тіпті 5 жылдан 10 жыл отырған дұрыс. 10 жылда бәрін көтеріп, бүкіл ауруханаларды салып, елдің бәрін халықпен сөйлесіп, Қарағанды облысында, Алматы облысында аралап шыққанның өзінде 4-5 жыл кетеді. Әр ауылға барып келгенше. Білесіз ғой оның бәрін. Соның бәрін түсінбей, ол әлгі біздің саланың бір қасиеті кабинетте отырып істейтін жұмыс емес біздікі.
Ол аурухананың барып сол жерде өзің жағдайын көріп, өзің дәрігерлермен көзбе-көз әңгімелеспесең, ол бір әдемі кабинетте отырып телефонмен звондап шешетін сұрақтар өйтіп шешілмейді бізде ешқашан. Мысалы, әсіресе Астана, Алматы деген қалаларда беделді мықты адамдар отыру керек. Күндіз-түні жұмыс істейтін, берілген, өйткені бұл жердегі шыққан шудың әсері өте қиын. Білесіз ғой. Сондықтан менің айтайын дегенім, қай жерде болмасын мамандар жұмыс істеу керек. Берілген, осы мамандықты таңдаған, осы мамандыққа лайықты деген сияқты. Олардың кәсіби деңгейі біз қазақбайшылыққа салып, мәке-сәке қылып, одан біз ешқашан өспейміз. Мен айтайын деген. Өзіңіз байқасаңыз, біздің қазіргі ауыз толтырып айтатын ең беделді деген министрлерімізді, кез келген министр, мысалға біздің салада жұмыс істемеген адамға сұрақ қойсаң, ең бірінші айтатын адам Төрегел Шарманович дейді. Білесіз ғой? Төрегел Шарманович, ой, ақсақал, Төрегел Шарманович біздің салада ең көп істеген министр. 10 жылдан астам, 12 ма, 13 жыл министр болған кісі, мысалы. Одан кейін Василий Николаевич Девятка, 7-8 жылдай. Соның қазіргі сол істегендерді қарасаң, жылдан жылға соң мөлшері азайып, енді қазір 1 жылға ауыстық. 1 жыл, 1 жарым жылсыз министрлерді ауыстырып жатырмыз. Адам айтып отырмын ғой, сол егер сондай Төрегел Шарманович марқұм сияқты үлкен бір беделді министр қойса, 10 жыл басқарады. Қазақстанды көтеріп, бүкіл дүние жүзіне ВОЗды алып келіп конференция жасап, қазақты көтерген сол кісі ғой мысалға. Сондай министрлер болған. Ол министрді дайындау керек қой. Көтеру керек, үйрету керек деген сияқты. Министрді айтып отырмын ғой, кәдімгідей мамандық. Соның бәрін енді дұрыстап ойланып істеген дұрыс сияқты. Сондықтан менің енді Ақмарал Шәріпбайқызына деген, мен қарапайым істеп жүрген адамым ғой. Өз басымның мысалға тірлігіне қарап риза боламын. Болашағы бар. Тек қана сол кісіге кедергі жасамай қойса екен деймін. Көп рахмет. Бүгінгі қызықты талқыңызға, қызықты әңгімеңізге. Деніміз сау, басымыз аман болсын. Көп рахмет сізге. Сіздерге рахмет. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз? Енді не істейміз?